туралы хабарсыз еді. Осы сәтте дәл осындай көйлекті киген Эми кіріп келеді. Бұның бәрін Эми ұйымдастырғаны оның өтірік күлген жүзінен белгілі болады. Өзін ыңғайсыз сезінгендіктен Ханна шығып кетеді. Бұның барлығын Эми ұйымдастырғанын білген Санжун оны әжетханаға алып келіп ұрсады. Ол Ханнаның өзіне де ұнамайтындығын және де ақша табу үшін олар оны ренжітпеу керектігін айтады. Осы сәтте бұл әңгіменің бәрін Ханна естіп қояды. Бұған қатты көңілі түскен Ханна өз-өзіне қол жұмсауға бел буады. Есік терезелердің бәрін жауып, ол өз-өзін газбен улауға тырысады. Осы сәтте клиенті оның бұл ісін жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Кенеттен Ханна бұл клиентінің кім болып жұмыс істейтінін есіне түсіріп, оған керемет ой келеді. Таң ата салысымен Ханна сол клиентінің жұмысына барады.